Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда қазақ тілі 2 сыныптың 49 сабағы өзіңді тексер тақырыбы. Бірінші жаттығу. Берілген сөздерден 3 сөйлем құрап жаз. Тиісті тыныс белгілерін қой. Бірінші. Алыс, мектеп, оқитын, сен, па. Екінші. Ат қоюға, мәтінге, болады. Үшінші. Баласы аюдың не? Ал балалар, бірінші қатарда берілген сөздерден сөйлем құрастырып жазайық. Сен оқитын мектеп алыс па? Бұл балалар сұраулы сөйлем. Соңында сұрау белгісі тұрады. Келесі балалар, екінші қатардағы берілген сөздерден сөйлем құрастырып жазамыз. Мәтінге ат қоюға болады. Бұл балалар бізде хабарлы сөйлем, сондықтан да сөйлемнің соңында нүкте қойылады. Енді балалар соңғы үшінші қатарға келдік. Үшінші қатардағы сөздерден сөйлем құрастырып жазайық. Аюдың баласы не? Бұл бізде сұраулы сөйлем. Сөйлемнің соңында сұрау белгісін қоямыз. Екінші жаттығу. Мұғалім менің мектебім өлеңін жатқа жазуды тапсырды. Өлеңді жатқа жазу үшін алдымен, содан соң, содан кейін, ең соңында не істейсің? Өлеңді қалай жатқа жазады? Тақырыбында әңгімелеу мәтінін құрастыр. Мәтінді алдымен мәтінді оқып, не туралы оқығанымды көз алдыма елестетемін. Сөйлемінен бастап жаз. Өлеңді қалай жатқа жазады? Алдымен мәтінді оқып, не туралы оқығанымды көз алдыма елестеттім. Содан соң менің мектебім өлеңін жаттадым. Содан кейін әдемі, көркем етіп өлеңді дәптерге жатқа жаздым. Ең соңында мұғалімге тексертіп, жақсы баға алдым. Құрастырған мәтіннің қай сұраққа жауап береді? Қандай? Не істеймін? Неліктен? Балалар, біздің құрастырған мәтініміз не істеймін сұрағына жауап береді. Келесі үшінші жаттығу. Сұрақтардың көмегімен суреттегі затты сипаттап жаз. Түсі қандай? Неден жасалған? Көлемі қандай? Кімдікі? Балалар, берілген сұрақтар арқылы төмендегі суреттегі затты сипаттап жазамыз. Доптың түсі сары, көк, қызыл аралас. Ол резеңкеден жасалған. Доптың көлемі дөңгелек. Бұл доп менікі. Келесі балалар, төртінші жаттығу. Мәтінді оқы. Біз сыныпты таза ұстаймыз. Өйткені ол біздің екінші үйіміз. Мұны балалардың бәрі жақсы түсінеді. Енді балалар, біз мәтіннің түрін анықтауымыз керек екен. Бұл жерде әңгімелеу, сипаттау, пайымдау. Осы үш түрінің қайсысы екенін бізге анықтау керек. Балалар, байқасаңыздар, сөйлемде өйткені деген сөз кездеседі. Яғни бұл жерде дәлелдеуді қажет ететін пікір бар. Яғни балалар, бұл жерде дәлелдеу сөйлемі берілген. Демек, бұл пайымдау мәтіннің түріне жатады екен. Келесі балалар, мәтінге ат таңда. Біздің сынып немесе сынып екінші үйіміз. Балалар, біз мәтінге сынып екінші үйіміз деп ат қойсақ болады. Мәтін мазмұны бойынша 2 сұрақ құрастырып жаз. Сыныпты неліктен таза ұстау керек? Неліктен сынып біздің екінші үйіміз? Мінекей балалар, осылайша сұрақтар құрастырып жазсақ болады. Келесі 5-ші жаттығу. Пайымдау мәтіні туралы білетініңді пайдаланып, жағдаяттан шығып көр. Медеттің інісі балабақшаға барады. Кеше-кешке айдың ағасынан жапырақ көктемде неге жасыл, күзде неге сары болады деп сұрап қоймады. Сұрақтың жауабын таба алмаған айдын көмекке сыныптастарын шақырды. Сенің жауабың қандай болмақ? Сұрақтың жауабын таппасаң, дерек көздерге жүгін. Ал енді балалар, пайымдау мәтінмен сұрақтарға жауап береміз. Көктемде және жазда күн ұзақ болады. Сол себептен жапырақтар жасыл болады. Ал күзде күн қысқарады. Сол себептен
жапырақтар сарғаяды. Өйткені күн сәулесі жетпегендіктен олар сарғая бастайды және соңында түседі. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Соңына дейін назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Сабақ ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.